Сәлем достар, бүгін сендерге жаңадан шыққан фильм «Вышканың» мазмұнын айтып беремін. 3 адамнан тұратын компания Бекки, оның сүйікті күйеуі Дэн және Шайла Хантер жартасқа шығады. Дэн Хантерді басып озып алға шығады. Бірақ жартастағы ұядан ұшып бара жатқан құстар оның бағдарын өзгертеді. Ол қабырғаға жете алмай, Дэн құлап қалады. 1 жылдан кейін Бекки күйеуін әлі де ұмыта алмай, барда отырып қайғы-қасіретті алкогольмен толтырады. Әкесі Джеймс қызды алып кетуге келеді, бірақ ол оның көмегін үзілді-кесілді қабылдамайды және онымен сөйлесуден бас тартады. Қоштасарда Джеймс: «Дэн қаншалықты жақсы болды. Егер ол сенің орнында болса, өзін қалай ұстар еді? Сен сияқты қиналып жүрер ме еді?» деп сұрақ қояды. Бірақ қыз әкесін тыңдамай өзі кетіп қалады. Беккиге досы Хантер келіп, тасталынған Б-67 телемұнарасына бірге көтеріліп, Дэннің күлін таратуды ұсынады. Сол қайғылы күннен бері Бекки өз қорқынышын жеңуге үміттеніп келіседі. Кешке қарай екеуі тамақтанып ауылды шешеді. Хантер телемұнараны видео түсіретінін және мұнараны жақын арада бұзылуға кететінін айтады. Келесі күні Хантер бірден видео түсіруден бастайды. Қыз видеода мұнараның биіктігі 600 метрден астам екенін және олар ең жоғарына көтерілетінін айтады. Оларда тек қана аздап су бар. Қыздар мұнараға шіріп кеткен баспалдақпен көтерілуді бастайды. Жарты жолда Бекки биіктіктен қорқып тұрып қалады. Хантер алда көтеріліп бара жатқанын көрген Бекки оның соңынан көтерілуді шешеді. Басында бәрі жақсы болады, бірақ олардың жолында спутниктік тарелка кездеседі. Қыздар одан да асықпай өтіп кетеді. Осылайша екеуі мұнараның ең жоғарына шығады. Бекки күйеуінің күлін шашады. Хантер блогына суретке түсу үшін квадрокоптер мен телефонды пайдаланады. Бекки төмен түсуді бастайды, бірақ сыртқы баспалдақ толығымен құлап кетеді. Қыз қауіпсіздік арқанына ілініп қалады, ал Хантер жіпті тартып қызды өзіне қарай сүйреп алады. Төменге баспалдақсыз түсуге мүмкін емес. Телефонда сет ұстамайды, рюкзак болса антенна құлап қалады. Хантер Беккинің аяғындағы жараны байқап, оны байлап тастайды. Олар қораптағы бір заряды бар ракетницаны және бинокльді тауып алады. Хантер баспалдақтан көтеріліп келе жатқанда оқырмандарынан лайк келіп, сет жасап тұрғанын есіне түсіріп, аяқ киіміне телефон мен маталарды тығып, телефонды лақтырып жібереді. Қыздар пикникке келген 2 ер адамды байқап, қараңғыда зымыран жіберіп, олардың назарын аударады. Бірақ олар көмектесудің орнына Хантердің көлігін ұрлайды. Түнде Хантер Беккиге Дэнмен 4 ай кездескенін мойындайды. Осы уақытқа дейін 24 сағат өтеді, ал көмек болса әлі келген жоқ. Хантер арқан жіппен антеннаға түсіп рюкзакты алады, бірақ мұнараға қайтар жолында құлап кетеді. Бекки қызды әрең көтереді. Қыздар записка жазып, квадрокоптерді мотельге қарай жібереді. Бірақ квадрокоптер мотельге жетпей зарядкасы таусылып қалады. Бекки столбымен жоғарға көтеріліп, аккумуляторды лампының патронымен зарядтайды. Қыздар квадрокоптерді жібереді, бірақ дәл мотельдің алдында оны жүк көлігі қағып кетеді. Бекки телефонын лақтыру үшін Хантердің аяқ киімін сұрайды, бірақ Хантер өзінің алдында құлаған сәтте тросты ұстай алмағанынан құлап қайтыс болғанын айтады. Жалғыз қалған қыз рюкзакты алып алады. Құс Беккидің жарасын шұқылайды, бірақ қыз есін жиып, құсты өлтіріп, оның етін жейді. Бекки төменге түсіп, телефонды аяқ киімге салып, Хантердің ішіне тығып, қызды лақтырып жібереді. Джеймске ісіміз келіп, полицияны шақырады. Бекки құтқарылады, әкесі оны алып кетуге келеді. Осылайша фильміміз аяқталады.